балам, боза сусынын жасау үшін бидайды, шикі сүтті алып, тазалап жуамыз. Оны қайнаған суға салып, бірнеше минут қайнатамыз. Қайнаған кезде ол дәндеріміз әбден атала болып езілу керек. Сонан кейін барып, оны салқын жерге мұздатып қоямыз. Суытылған көжені енді мынадай ысқа сүзіп, суын құйып аламыз. Көжесін бөлек алып тастаймыз. Осылай құйып, әбден көжені сығып, суын аламыз. Сосын осылай сығып аламыз. Енді осы сығып алған суымызға оты дайындалған уытты қоса қойып